Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен кеме құрастырамын. Бүгінгі сабақтың мақсаты сұрау және түрлі көңіл-күйді білдіру мақсатында баяу және анық айтылған сөздерді түсіну және интонациясы бойынша тиісінше іс-әрекет жасау. Тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттерді қолданып, мәтін құрастыру. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерге назар аударайық. Не істейсің? Что ты делаешь? Бояйды, красит, раскрашивает. Қайық, лодка, жасаймын, делаю, сделаю. Кеме, корабль, жаңа кеме, новый корабль. Ескі кеме, старый корабль. Әдемі кеме, красивый корабль. Үлкен кеме, большой корабль. Кішкентай кеме, маленький корабль. Менің кемем, мой корабль. Құрастыру, составлять, собрать. Кеме құрастыру, построить корабль. Сен құрастырасың, ты собираешь. Қазақ тіліне тән дыбыстарды мұқият тыңдап айтамыз. Не істейсің? Не істейсің? Сен не істейсің? Бояйды, қайық, жасаймын, кеме, жаңа, ескі, әдемі, үлкен, кішкентай, менің кемем, құрастыру, құрастырасың. Сөздерді мұқият қайталаймыз. Не істейсің? Қайық, жаңа, ескі, әдемі, үлкен, кішкентай, құрастыру, құрастырасың. Мен кеме құрастырамын. Сен кеме құрастырасың. Сіз кеме құрастырасыз. Ол кеме құрастырады. Қайталаймыз. Мен құрастырамын. Сен құрастырасың. Сіз құрастырасыз. Ол құрастырады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Тыңда, қайтала, оқы. Мен қайық жасаймын. Қайықты бояймын. Анель үй құрастырады. Әлібек пен Анна кеме құрастырады. Жаңа сөздерді қолданып, сөйлемдерді аударамыз. Мен қайық жасаймын. Қайықты бояймын. Анель үй құрастырады. Әлібек пен Анна кеме құрастырады. Сурет бойынша сөйлемдерді қарап аударамыз. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Қажетті сөздер – нужные слова. Көп нүкте – многоточие. Менің
Әлібек. Менің. Қараймыз. Қажетті сөздерге қараймыз. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жазамыз. Менің атым Әлібек. Жарайсыңдар балалар. Сөйлемдерді ары қарай сөздерді орнына қойып, сөйлемдерді аяқтаңыздар. Екінші тапсырма. Бағандағы сөздерді сәйкестендіріп жаз. Мысалы, мен кеме құрастырамын. Мен кеме құрастырамын. Мен құрастырамын. Мен кеме құрастырамын. Ары қарай Саша, ол, Анна, оның, сен не істейді? Бағандағы сөздерді сәйкестендіріп жазыңыздар. Келесі тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлем құра. Олар не істейді? Мысалы, мынау Анна. Анна күннің суретін салады. Күн сары. Мынау Виктория. Виктория бассейнге барады. Бассейнде су жылы, таза. Бассейнде Виктория жүзеді. Сурет бойынша сөйлемдерді аяқтаңыздар. Есте сақта айдары бойынша сөздерді қайталаймыз. Сен не істейсің? Мен кеме құрастырамын. Сен қайықты бояйсың. Ол суретті бояйды. Сен не істейсің? Мен кеме құрастырамын. Сен қайықты бояйсың. Ол суретті бояйды. Кел жаттайық айдары бойынша Серікбай Оспанұлының өлеңін оқиық. Суға салдым кемемді, кемем зулай жөнелді. Капитанмын мен енді. Қайталаймыз. Суға салдым кемемді, кемем зулай жөнелді. Капитанмын мен енді. Қазақ тіліне тән дыбыстарды мұқият, таза айтып үйрен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.